Бауырдың қатерлі екіге бөлінеді. Біріншілікті және екіншілікті болып. Біріншіліктер олар жаңағы бауырдың өзінде алған бауырдың қатерлі гепатоцеллярный карцинома туралы айтады. Екінші метастазды бауырдың қатерлі ісігі. Бауырдың гепатоцеллярный карциномасы туралы айта кететін болсақ, кездесу бойынша 11-ші орында, өлім-жітім бойынша 7-ші орында. Біздің Қазақстанда кездесетін науқастар 800-ден 1000-ға дейін бір жылда кездесіп, соның ішіндегі 90%-ы бір жылға жетпей, сол жыл қайтыс болады. Бауырдың қатерлі ісіктерін науқастардың өзі кеш байқайды. Негізі жыл сайын УЗИ-ден өтіп тұратын болса, ол кезде алдын ала анықтауға болады. Еміне келетін болсақ, көптеген емдері бар оның. Толығымен ісікті кесіп алып тастау, жәнегі бауыр трансплантациясын жасау, содан кейінгі химиоэмболизация, 4-ші химиотерапия дейді, иммунотаргент терапиясы бар. Сонымен тағы да түрлері бар. Радиочастотная абляция дейді. Бауырдың гепатоцеллярный карциномасы негізі гепатит Б, С-дан пайда болады. Гепатит Б, С қайдан жұқты деп ойлайсыздар? Жаңағы неше түрлі операциялар жасағаннан болуы мүмкін, стоматологиядан болуы мүмкін, және қыз балалар маникюр, педикюр жасайтын болса, содан болуы мүмкін. Сосын жаңа әртүрлі бетке манипуляция жасаған кезде болуы мүмкін, ол және жыныстық қатынас арқылы жұғып отырады гепатиттер. Кей жағдайларда цирроз печень кездерінде гепатоцеллярный карциноманы толығымен алып тастай алмайтын жағдайлар болып жатады. Неге десеңіз, ісіктің үлкенділігі, тамырларына өсіп тұрғандылығы, болмаса бауырының қалатын бауырының цирроз кезінде жетіспеушілігі де болады. Бұл операциядан кейін, болмаса операцияның алдында МДГ дейді, мультидисциплинарный группа, ол жаңағы көптеген дәрігерлердің жиналып пікірталасуы. Бұл жерде жаңағы онколог, хирург дәрігерлер, гепатобилиарный хирургтар, трансплантологтар, сонымен қатар радиологтар болады бұл жерде, химиотерапевттер болады бұл жерде, және де тағы да специалистер, мамандар керек болатын болса, осы топқа жиналып талқылайды осы вопросты. Қыркүйектің 24 мен 26 аралығында өзіміздің орталығымызда үлкен конференция болғалы тұр. Осы жерде, осы конференцияны өзіміздің секциямыз болады. Қатерлі ісіктер бойынша, гепатопанкреатобилиарный хирургия бойынша, жаңағы ұйқы безінің қатерлі ісіктері, сонымен қатар бауыр қатерлі ісіктері туралы шетелдерден мамандар келіп, бізбен бірге өздерінің тәжірибелерін бөлісетін болады. Сіздерді шақырамыз, келіңіздер, бірге барымыз тыңдайық, біздер өзіміздің нәтижемізбен бөлісек, ол кісілер өздерінің нәтижесімен бөлісін. Қызықты конференция болатынына сенімдімін.